Баяғы бір заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар ауыл шетіндегі әдемі үйде ауылда немересімен тату-тәтті тұрыпты. Атасы мен апасы немересі Айсұлуды өте қатты жақсы көреді екен. Міне, осылай егіп қойсаң, күзде мол өнім аласың. Ата шалқандарын суарып жатыр. Су мол болса, шалқан да үлкен болып өседі. Қыпай қойдың ғой. Мынау неткей үлкен шалқан орнынан қозғалмайды ғой. Әй, кемпір, бері келші. Шалқанды шығара алмай жатырмын. Әй, Айсұлу, бері келші. Мұна шалқанды бірге тартайық. Тарта бер, апа. Әй, немерем, бар күшіңді сал, тарта бер. Ох, мұна шалқан тіпті шықпай жатыр ғой. Иә, мықты екен. Де тарта берейік. Ақтөс, бері келші. Бізге көмектес. Иә, итіміз келсе, бәлкім шығарармыз. Дәл солай, жылдам келсін. Міне, Ақтөс келді. Енді бәріміз бірге Мысықты шақырайық. Мысық, бері келші, бізге көмектес. Көмектесем. Жақсы болды, бәріміз жабылып тартайық, бәріміз бірге. Хоп, әй, тышқан, маған көмектесші. Не болды? Тартайық, бәріміз бірге. Тартайық, бәріміз бірге. Хоп, Хоп. О, шықты.